Компьютерлік желілер әлеміне саяхат. Компьютерлік желілер қазіргі заманғы технологияның жүрегі. Сіздер интернетті қалай пайдаланасыздар? Осының бәрі компьютерлік желілердің арқасында мүмкін болып отыр. Компьютерлік желі дегеніміз не? Бұл ақпарат алмасу үшін бір-бірімен байланысқан компьютерлер тобы. Олар файлдарды бөлісуге, принтерлерді пайдалануға және интернетке қосылуға мүмкіндік береді. Желілердің түрлері көп: локалды желілер, LAN, кең ауқымды желілер, WAN және әрқайсының өзіндік ерекшеліктерімен қолданылу аясы бар. Топология — желідегі компьютерлердің орналасу схемасы. Жұлдыз, сақина, шина сияқты әр түрлі топологиялар бар. Әр топологияның артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Топологияны дұрыс таңдау желінің тиімділігіне әсер етеді. Мысалы, жұлдыз топологиясы орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз етеді. Маршрутизаторлар, коммутаторлар және хабтар желінің негізгі құрылғылары. Олар деректерді бір компьютерден екіншісіне жеткізуге көмектеседі. Әр құрылғының өзіндік міндеті бар. Маршрутизаторлар әр түрлі желілерді байланыстырады, ал коммутаторлар локалды желідегі құрылғыларды қосады. Бұл құрылғылардың жұмысын түсіну желіні басқару үшін маңызды. Компьютерлік желілер қызықты және маңызды сала. Бұл туралы көбірек білгіңіз келе ме? Онда біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Комментарийлерде сұрақтарыңызды қалдырыңыз, біз жауап беруге тырысамыз.